Бәріңізге сәлем, сіздермен бірге мен Диана, менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін осындай әп-әдемі, жұмсақ, дәмі деген нәзік болып келетін, сондай түрі де әдемі, ерекше печеньеларды бірге дайындайық. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ал бастайық. Бізге керекті заттардың барлығы описанияда жазылған, міндетті түрде оқып шығыңыздар, және де барлық керекті заттар бөлме температурасында болғаны дұрыс. Ең алдымен таза ыдысымызға жұмыртқа және де қантты, шым-шым тұзды салып, бір рет араластырып аламыз. Кейін бөлме температурасындағы қаймақты саламыз. Менде бұл жерде қаймағым 20% болып келеді. 20 немесе одан да көп процентпен жазсаңыздар тіпті жақсы. Осылай қаймағымызды салып, оны жақсылап тұрып венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Кейін сұйық майымызды құямыз. Сұйық майдың орнына сары майды ерітіп құйсаңыздар да болады. Және де тағы да бір рет жақсылап тұрып араластырып аламыз. Ал енді біз бір ас қасықтай ас қопсытқышты саламыз, және де ұнды електің көмегімен өткізіп, бізге қолға жабыспайтындай әдемі қамыр илейміз. Ал енді қамырымызды 3 бөлікке бөлеміз. Немесе бөлмей бірден оқтаудың көмегімен жайып алуға болады. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес, орташа 1 сантиметрліктей қалыңдықта жайып аламыз оқтаудың көмегімен. Ал енді осындай домалақ аламыз. Кесені алуға болады, немесе стаканның көмегімен, немесе осындай домалақтың көмегімен қамырымызды осылай домалатып кесіп аламыз. Ал енді артықтарын алып тастап, әр домалақтан көбелек сияқты жасаймыз. Жасалуы осы видеода көрсетілген. Ең алдымен әр қамырымызды осылай қанттыңға басып аламыз. Және де тура видеодағыдай етіп кесіп аламыз. Ең бірінші бір шетінен 2 рет, бір шетінен 1 рет, және де әр шетінен осылай бір-біртіндеп кесіп аламыз. Дәл видеода еткенде кесіңіздер. Сонда 7-6 кесу болады. Сосын ортасын көтеріп, екі жағын бір-біріне жабыстырамыз. Келесі жағында да тура солай істейміз. Сосын кішкентай бөлігін ортасынан өткіземіз. Сонда бізде осындай әдемі көбелек кейпінде болып шығады. Ал енді осы печеньеларымызды духовканың табасына саламыз. Мен духовканың табасына пергамент қағазын төседім. Осылай барлығын салып, духовкаға
180 градусқа 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Әрине өз пештеріңізге қарай көріңіздер. Осымен біздің печеньямыз дайын болды. Көргендеріңізде өте әдемі болып шықты. Ортасы жұмсақ болып шығады. Дәмі деген өте керемет. Міндетті түрде шайға жасап шығыңыздар. Жасалуы да, пісуі де өте тез болады. Осымен сіздермен бірге болған мен Диана. Сіздерге видео ұнаса лайк және комментарий басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше қош сау болыңыздар.